Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін 4-ші сынып математикасынан 33-ші сабақты өткенбіз. Өткенді қайталау және қорытындылау. Бірінші тапсырма. Жиындар берілген. А және де Б жиындарының қиылысу бірігуін тап және диаграммамен белгіле. Кітаптағы екі жиынды жазып аламыз және диаграмма құрамыз. Енді екеуінің бірігуін сұрап тұр. Бізде мына екі жиындағы элементтердің ортағын ортасына, яғни біріккен жеріне жазамыз және қалғандарын екі жағына орналастырамыз. Екеуіне ортақ элементтер ол 0 мен 12. Есебіміз шықты. Келесі тапсырмаға көшейік. Егер массаның жылдамдығы секундына 4 метр болса, 19 секундта қанша арақашықтықты ұшып өтеді? Мінекей екінші тапсырма. Асы 1 секундта 4 метр, 19 секундта қанша метр? X деп белгілеп аламыз. Енді X-ті табу үшін 19-ды 4-ке көбейтеміз. Сонда 76. Есептің жауабы 19 секундта масса 76 арақашықтықты ұшып өтеді. Келесі ә тапсырмасында қарға секундына, яғни секунды дегеніміз 1 секунд. Секундына 10 метр жылдамдықпен 150 метр жерді ұшып өтті. Ал осы арақашықтықты қанша уақытта ұшып өтті? Оны табу үшін 150-ді бөлеміз 10-ға, сонда 15. Есептің жауабы 15 секунд. Келесі Б тапсырмасы. Теплоход 6 сағатта 180 км жүрді. Теплоход қандай жылдамдықпен жүрді? В. Жылдамдықты табу қажет. Ол үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. Сонда 30. Есептің жауабы 30 км бөлінген сағат. Келесі тапсырма. Амалдар бойынша жаз және есепте. Неке енді біріншісі. Көбейту амалы орындалады. Көбейту амалы, кейін осы екеуінен шыққан көбейтіндіні қосамыз. Сонда есептің жауабы 1.462.816. Келесі екінші тапсырманың жауабы 34.598. Мұнда жоғарыда карандашпен жазып қойғаным амалдардың орындалу реті. Мінекей барлығы осылай шығады. Өз жауаптармен салыстырып көріңдер. Келесі тапсырмаға көшейік. 4-ші тапсырма. Есептерді шығар. Бірінші А тапсырмасы. Жаяу жүргінші 5 км бөлінген сағат жылдамдықпен жүрді. 2 сағатта ол қанша километр жол жүреді? С-ті сұрап тұр, арақашықтықты. Сонда S-ті табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. Сонда 5-текке көбейтеміз 10 километр. Келесі Ә тапсырмасы. Велосипедші 15 км бөлінген сағат жылдамдықпен жүрді. 5 сағат ішінде ол қанша жол жүреді? Тағы арақашықтықты сұрап тұр. Ол үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. Сонда есептің жауабы 75 км. Келесі Б тапсырмасы. Жылдамдық берілген 200 метр бөлінген минут. Т уақыт 5 минутқа тең. С арақашықтықты табу қажет. Есептің жауабы 1000 метр. Келесі В тапсырмасында. Жаяу жүргіншінің жылдамдығы 5 км бөлінген сағат. Бұл велосипедшінің жылдамдығынан 3 есе кем. Велосипедшінің жылдамдығын тап делінген. Яғни, бізде велосипедшінің жылдамдығынан 3 есе кем болса, В, бізде жылдамдықтың бейнеленуі, В велосипедші тең болады. В жаяу жүргінші көбейтілген 3 деп өрнектеп аламыз. Енді велосипедшінің жылдамдығын табу үшін біз 5-ті 3-ке көбейтеміз. Сонда 15. Есептің жауабы велосипедшінің жылдамдығы 15 км бөлінген сағат. Есебіміз шықты. Келесі тапсырмаға көшейік. 5-ші тапсырма. Спортшылар және футболшылар. Біздің сыныптың оқушылары және біздің сыныптың ұлдары жиындарының қатынасын Эйлер дөңгелегімен бейнеле. Неке балалар, Эйлер дөңгелегін сызамыз. Есепте берілген шарттар бойынша осылай жазамыз. Бірінші спортшылар, спортшылардың ішінде футболшыларды кіргіземіз. Яғни футболшылар, олар бізде спортшыларға жатады ғой. Келесі сол сияқты оқушылар, оның ішкі жиыны бізде ұлдар болады. Болды, есебіміз шықты. Келесі тапсырмаға көшейік. Тапсырманы орында. Диаграммада 4 бұрыштар жиыны мен қара фигуралар жиынын бейнеле дейді. Мұнда дөңгелекшелер берілген. Бірінші қызыл
төрт бұрыштар, келесі екіншісі қара фигуралар. Екеуіне де ортақ фигураны мұнда орналастырамыз. Бірінші, мына тұрған қара фигура, ол бізде үш бұрыш. Оны мұнда орналастырамыз. Келесі төрт бұрыш. Оны мұнда жазамыз. Дөңгелек мұнда орналастырамыз. Мынау тік төрт бұрыш әрі қара фигура, демек оны мұнда орналастырамыз. Дәл солай қалғанын жазамыз. Қазір мен сендерге дәптерде жазылу жолын көрсетейін. Мінекей балалар, мынау бізде тік төрт бұрыш, мынау шаршы, тек боялмаған. Мына жақта қара фигура үш бұрыш және дөңгелек. Келесі екеуіне де ортақ бізде тік төрт бұрыш және қара фигура, келесі шаршы. Ол да тік төрт бұрышқа жатады, әрі қара фигура. Есебіміз шықты, келесі тапсырма. Балалар сөз құрастырып ойнап отыр. Әріптер жиынының ішкі жиынын құрайтын 5 сөзді құрастыруға көмектес. Мінекей А жиыны Қ, О, Л, Ы, Н, Ш, А, Қ деген элементтерден тұрады. Енді осы әріптерді пайдаланып 5 сөз құрастырамыз. Мен мұнда бірнеше сөз құрастырдым. Ол ақ, ол, қал, лақ, құлақ және құлын деген сөздер. Келесі тапсырмаға көшейік. 8-ші тапсырма. Әлия алма жинап алып, оларды санай бастады. Ол 3-тен және 4-тен санаған кезде бір алма артық қалды. 5-тен санағанда бір алма артық қалған жоқ. Егер алманың саны мүмкін болатын санның ең кішісі болса, Әлия неше алма жинаған? Мінекей, мұнда бірінші есептің шартын жазып алдым. Енді бізде алмалардың саны 25 болады есептің жауабы. Неге? Себебі мұнда қараймыз. 25-ті 3-тен санағанда 25-ті 3-ке бөлеміз, 8, бір қалдық. Бір қалдық дегеніміз ол бір алма. Яғни бір алма артық қалады. Келесі 25-ті алма бар, оны 4-тен санағанда бізде 6 алмадан болады дағыныз, және бір алма тағы артық қалады. Яғни мына бізде бастапқы берген шартқа сәйкес келді. Енді 25 алма, оны 5-тен санаған кезде 5 алманың өзі шығады. Бұл есептің жауабы Әлия 25 алма жинаған. Келесі есеп. 9-ші тапсырма. Бірінші А тапсырмасы. Мектептен үйге дейінгі арақашықтық бізде 900 метр. Әлияға осы арақашықтықта 60 метр бөлінген минут жылдамдықпен жүріп өту үшін қанша уақыт қажет? Енді уақытты табамыз. Ол үшін уақытты табу формуласын қолданамыз. Т тең С бөлінген В. Арақашықтықтың жылдамдыққа бөліндісі. Демек 960-қа бөлем, сонда 15 минут. Келесі А тапсырмасы. Бала 20 метр арақашықтықта 10 секундта жүгіріп өтті. Ол қандай жылдамдықпен жүгірген? Тағы жылдамдықты сұрап тұр. Ол кезде 20-ны 10-ға бөлем, сонда 2 метр бөлінген секунд. Келесі Б тапсырмасында қарға 10 секундта 100 метр арақашықтықта ұшып өтеді. Қандай жылдамдықпен ұшқан? В тең С бөлінген Т, В тең 100-ді 10-ға бөлем, сонда 10 метр бөлінген секунд. Балалар барлық 9 есепті шығарып, талдап шықтық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.